Қанапин Талғатұлы Қостанай қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші А сынып оқушысымын. Менің арғы атам Қанапия Жапалақұлы 1901 жылы Торғай өңірінің Қайғы ауылында дүниеге келген. Атам 1941 жылы Екінші дүниежүзілік соғысқа аттанып, Беларусь, Балтық жағалауы майдандарындағы соғысқа қатысқан. Менің атам Қанапия Жапалақұлы майдандағы ерлігі үшін 1944 жылы 31 шілде айында за отвагу медальмен наградталған. Дәл сол жылдың 3 қарашасында за боевые заслуги медальмен наградталды. 1945 жылы соғыстан оралған соң әжем Сәруар Нұғман қызымен 3 бала тәрбиелеп өсірген. Атам 1978 жылы 77 жасында дүниеден өтті. Қостанай облысы, Наурызым ауданы, Қайғы ауылында жерленген. Мен өзімнің атамды мақтан тұтамын.